бағдарламалар орталығы отыр. Бүгінгі біздің брифингтің негізгі спикеріміз осы орталықтың президенті Карбозова Айнұр Бағдатқызы болады. Жалпы өздеріңіз енді тарихтан жақсы білесіздер. Биыл Құдай қаласа қараша айында осы орталықты құрылғанына 27 жыл болады. Бұл орталық тікелей елбасының арнайы жарлығымен құрылған 1993 жылы. Енді өздеріңіз білесіздер, 93 жыл қандай жыл болғанын. Қазақстан Республикасы егемендік мемлекет ретінде алғашқы қадамдарын жасап отырды. Әлі де мынау саяси тұрақтылық орнаған жоқ, нақты бір саяси жүйе жоғы жоқ. Экономика құлдырап жатыр, зейнетақы, жалақы, шәкіртақы уақытылы берілмейді. Электр қуат пен жылу қуаттары арнайы кесте бойынша береді. Осындай қиын жағдайда елбасы барлық жауапкершілікті мойнына алып, осындай үлкен шешім қабылдады. Бұл жобаның негізгі мақсаты мынау дарынды, қабілетті, талантты жастарды іріктеп, оларды әлемнің алыс және жақын шетелге дамыған университеттерден сапалы білім алу мақсатымен. Енді әрине уақыт өтеді, талап та өзгереді. Осыған байланысты енді орталықтың да жұмысы өзгеріп жатыр, орталықтың жұмысының форматы өзгерді, үміткерлерге қоятын талаптар өзгеріп жатыр, конкурс өткізу ережесі өзгерді. Жақында ғана Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысымен енді жаңа ереже бекітілді. Бұл туралы бүгін енді Айнұр Бағдатқызы айтып берді. Елбасы осы бағдарламаны құрған кезде елбасының времена и мысли сол дәрмен ойлар деген бір кітабы бар. Сол кітапта Нұрсұлтан Әбішұлы да жазады. Егемендік мемлекет жастарға көп жағдай жасады. Оның ішінде мынау қолжетімді сапалы білім алуға жағдай жасады. Бүгін жастардың негізгі міндеті осы жағдайды дұрыс пайдалану. Бүгін болмаса ертең болады, ертең болмаса ар күні болады деп уақытты созып, жай басарлыққа салып болмайды. Бүгінгі жастарымыз осы жай басарлық менталитеттен, жай басарлық психологиядан айырылу керек дегендей. Мүмкін сондай жағдайлардың бірі осы елбасының болашақ бағдарламасы. Уважаемые участники сегодняшнего брифинга, нашей встречи, я рад приветствовать вас и выражаю вам большую благодарность, что вы приняли наше приглашение и подключились в социальных сетях. Основным организатором сегодняшнего брифинга является, конечно, акционерное общество международных образовательных программ «Болашак» при Министерстве образования и науки Республики Казахстан. Возможно, сегодня совпало, что целый день сегодня Тарасский государственный университет проводил мероприятия совместно с организациями, которые являются в буквальном смысле детищами первого президента нашей страны Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Полчаса тому назад мы завершили международный круглый стол по тематике киберпедагогика в условиях цифровизации образования. Этот международный круглый стол был организован фондом первого президента Елбасы, Советом по науке при этом фонде совместно с Тарасским государственным университетом. И вот сегодняшний брифинг также организуется Международным центром международных образовательных программ «Болашак». Тогда позвольте мне слово для презентации новых правил предоставить для президенту центра Карбозова Айнұр Бағдатқызы. Пожалуйста, Айнұр Бағдатқызы, сөзіңізге береміз. Сәлеметсіздер ме? Менің дауысым жақсы естіліп тұр ма? Жақсы естіледі, жақсы естіледі. Құрметті тыңдаушылар, спикер сөйлеген кезде микрофондарыңызды сөндіріп қойсаңыздар, дыбыс сапасы жақсырақ болады. Рахмет. Құрметті Махметғали Нұрғалиұлы, құрметті Дулати атындағы Тарас мемлекеттік университетінің оқытушы қауымы, әлеуетті түлектер, бүгін байланысқа кешкі уақыт болса да шыққандарыңызға және болашақ бағдарламасының шеңберінде қолға алынып жатқан кешенді шараларға қызығушылық білдіргендеріңіз үшін рахмет. Жаңа Мұхаммедғали Нұрғалиұлы өзі атап өткендей, шын мәнінде болашақ президенттік стипендиясы халықаралық білім беру саласында баламасы жоқ халықаралық стипендия. Сондықтан 1993 жылы
өзі елбасы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы іске қосқалы бері 27 жылдық тарихында Қазақстанның 13 мыңнан астамы стипендия иегері атанып, бүгінгі күнде 10 мыңнан астам бағдарлама түлектері еліміздің игілігіне қызмет етуде. Өкініштісі, Жамбыл облысының әлеуетіне қарамастан, сіздердің аймақтарыңыздан жалпы болашақ халықаралық стипендиясының иегері атанған азаматтардың саны өкінішке орай көңілге мен енді 149 аймақтың азаматтары стипендия иегері атанған, және оның 37-сі ғана қазіргі таңда аймақта өзінің алған мамандығы бойынша қызмет етуде. Менде қолда бар ақпаратқа сәйкес, сол 149-дың 5 азаматы қазіргі таңда Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде мамандығы бойынша қызмет етуде. Жалпы бүгінгі байланыстың менің ойымша басты мақсаты болашақ бағдарламасының шеңберінде қолға алынып жатқан кешенді өзгерістер жөнінде сіздерді толыққанды хабардар етіп, және сол арқылы бүгін тыңдаушы қауымды болашақ бағдарламасының шеңберінде 20 жылы осы жазғы уақытта орын алатын конкурстық іріктеуге қатысуға ынталандыру, сол арқылы аймақтың болашақ стипендиясының тарихындағы сандық көрсеткішін әрине көбейте түсу. Және сол нәтижеге жетсек, бүгінгі байланыстың басты мақсаты қол жеткізілді деп мен ойлаймын. Рұқсат етсеңіздер, презентацияға көшейік. Сіздерге белгілі, осы жуырда ғана 6 мамырда Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен болашақ халықаралық стипендиясының үміткерлерін іріктеу бойынша жаңа ереже қабылданған болатын. Жаңа ереже болашақ бағдарламасының даму тарихында бірқатар маңызды кешенді өзгерістерді енгізеді. Соның ішінде ең алдымен бұл басымды мамандықтар тізімінің жасақталуы. Егер бұған дейінгі ережеге сәйкес басымды мамандықтар жалпы жинақталған сұраныс негізінде жасақталса, жаңа ережеге сәйкес 20 жылғы басымды мамандықтар тізімі біздің ресми веб-сайтымызда жуырда республикалық комиссия шешімімен бекітіліп орналастырылған. Енді жаңа ережеге сәйкес басымды мамандықтар жалпы еңбек нарығындағы орта мерзімді сұраныстардың негізінде жасақталатын болады. Бұл дегеніміз болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға жолданатын әрбір азаматтың еліміздің еңбек нарығындағы нысанды сұранысқа сәйкес оқуға жолданып, елге жаңа білім, жаңа тәжірибемен оралғанда еңбек нарығында тиісті жоғары сұранысқа ие болуға қол жеткізу. Сондықтан бұл 20 жылы болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға арналған басымды мамандықтар тізімі жуырда шетелде кадрлар даярлау республикалық комиссиясының хаттамалық шешімімен бекітілді. Тізіммен біздің веб-сайтта таныса аласыздар. Бұл ереже шеңберіндегі басты өзгерістердің бірі. Екіншіден, бұл 20 жылы болашақ бағдарламасының дамуындағы маңызды өзгерістердің бірі, бұл болашақ шеңберінде оқуға ұсынылған жоғары оқу орындарының тізімін жасақтауда да талаптардың бірнеше деңгейге жоғарылауы. Бұған дейін 19, 18, 17 жылдары тізім қомақты болатын болса, 19 жыл мысалға 467 жоғары оқу орны, оған дейін 500-ден аса жоғары оқу орындары ұсынылатын болса, 20 жылдан бастап енді тізім сапалық тұрғыдан қысқа болады, бірақ бұл жерде басты мақсат жаңағы мен атап өткен басымды мамандықтар бойынша әлемде ең мықты мамандықтар бойынша дайындайтын ең мықты жоғары оқу орындарын енгізу. Қазір жоғары оқу орындар тізімі білім және ғылым министрлігінде соңғы мақұлдану сатысында. Сіздерге осы жылы қандай жоғары оқу орындары ұсынылады деген сұрақтарыңызға жобалап бағдар беру мақсатында біз жасақтаудағы негізгі критерийлерді мен атап өтуіме болады. Соның ішінде 20 жылы болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынылатын
қазіргі мақұлданып жатқан тізімге ең алдымен академиялық әлемнің алдыңғы қатардағы 4 рейтингісі, соның ішінде QS, The World Times Higher Education, US News Global және Academic Ranking of the World Universities, IRBO. Осы 4 рейтингтің алдыңғы елулігіне кірген жоғары оқу орындар қазір тізім жобасында қарастырылуда. Және екінші критерий US News Global'дың жаһандық 60 кемінде жаһандық 65 балын жинаған экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына кірген мүше елдердің жоғары оқу орындарын енгізу мүмкіндігі ықтималдығы қазіргі таңда қарастырылуда. Бұл жалпы жоғары оқу орындар қандай болады деген сұраққа бағдар ретінде сізге берілетін ақпарат. Жаңа ереже шеңберінде алынып жатқан жалпы оңтайландыру тұрғысынан айтылатын шаралар бұл құжат қабылдаудың толығымен автоматтандырылуы. Бұл дегеніміз құжат қабылдау мен конкурстық іріктеу мерзімі қалай жарияланады біздің веб-сайтымызда. Құжаттарын жинақтаған, талаптарға сәйкес жинақтаған үміткер құжаттарын енді электрондық үкімет порталы e-gov арқылы ғана тапсырады. Бұл автоматтандыру шарасындағы басты алға тартылған мақсат адами факторларды, қандай да бір коррупциогендік тәуекелдерді мүмкіндігінше төмендету. Екінші қолға алынып жатқан бұл конкурстық іріктеуді одан әрі оңтайландыра түсу, жаңа мен атап өткен тәуекелдердің ықтималдығын мүмкіндігінше алып тастау. Атап айтсақ, бұған дейін ережеге сәйкес конкурстық іріктеу кезеңдері 6 кезеңнен тұратын болса, енді жаңа ережеге сәйкес іріктеу барысы 3-ақ кезеңнен тұратын болады. Яғни алдыңғы 1-ші, 2-ші, 3-ші кезеңдер қысқартылған. Олар бірінші кезең мотивациялық және ұсыным хаттарының бағалануы бірінші кезең болатын. Одан кейін мемлекеттік тілді игеру деңгейін тексеру тестісі және 3-ші шет тілдерін игеру тестісі. Осы 3 кезең жаңа ережеге сәйкес қысқартылып, ендігіде 20-шы жылғы құжат қабылдауға үміткерлер мемлекеттік тілді игеру деңгейін өз бетімен ұлттық тестілеу орталығында казтестін тапсырып, 150 сұрақтың кемінде 105-119-на дұрыс жауап берсе, яғни B1 сертификатын қамтамасыз етсе, талап етілген құжаттармен қосып, сертификатты өзі алдын ала құжаттармен тапсыру керек. Бұл алдыңғы 3 кезеңді қысқартудағы басты мақсат. Ең алдымен жаңа атап өткен адами фактор, коррупциогендік тәуекелдерді қысқарту және салық төлеушілердің есебінен ұйымдастырылатын 1-ші 3 кезеңді қысқарту арқылы бюджеттік қаражатты үнемдеу. Біз соған осы 20-шы жылдан бастап қол жеткізудеміз. Енді жаңа 3 кезең қысқартылғаннан кейін қалатын 3 кезең, бірінші конкурстық іріктеу кезеңі бұл кешенді тест. Оның басты мақсаты әрбір үміткердің эмоционалдық және интеллектуалдық IQ-ын айқындау. Екінші кезең тәуелсіз сарапта комиссиясының мүшелерімен жеке сұхбат. Және қорытынды кезең бұл шетелде кадрларды даярлау республикалық комиссиясының отырысына шығарылып, әрбір кандидаттың қарастырылуы және стипендияның тағайындалмау жөнінде шешімін қабылдауы. Мен жаңа казтест жөнінде сіздерге атап кеттім. Казтест бойынша да 20-шы жылдан бастап талап өзгеріп жатыр. Бұған дейін казтест сертификаты A1 деңгейіне талап етілсе, яғни 150 сұрақтың 75 сұрағына бұған дейін дұрыс беру жеткілікті болса, 20-шы жылдан бастап бұл талап күшейтіліп, жаңа мен атап өткен 150 сұрақтың кемінде 105-119-на дұрыс жауап беру керек. Сондықтан бүгін тыңдаушылардың арасында
мемлекеттік тілге игеру деңгейіне сенімділігі аздау азаматтар болса, осы күннен бастап мемлекеттік тілді осы талапқа сәйкес күшейтуге дайындала берсеңіздер болады. Және құжат сертификатты сіздер өз беттеріңізбен тапсыратын болғандықтан, ұлттық тестілеу орталығына өздеріңіз өз беттеріңізбен тіркеліп дайындала берулеріңізге болады. Жаңа мен атап өткен үш іріктеу кезеңінің екінші кезеңі тәуелсіз сараптама комиссиясына да жаңа ережелерге сәйкес талаптар күшейе түсуде. Бұл дегеніміз бұған дейін ережеге сәйкес тәуелсіз сараптама комиссиясының құрамына талап кемінде 3 мүшеге дейін болса, 20-шы жылдан бастап енді кемінде 5 мүшеге дейін талапты күшейтілуде. Сонымен қатар тәуелсіз сараптама комиссиясының мүшелерін іріктеу критерийлері күшейтіле түсуде. Бұған қоса әрбір үміткермен жүргізілетін сұхбат, үміткердің таңдаған мамандығы, өз бетімен түскен жоғары оқу орны, еліне байланысты сұрақтар да қатаң регламентке сәйкес сұралатын болады. Және мен атап өткен бірінші, екінші кезеңдер іріктеудің видеофиксациялары. Мұның бәрі жалпы ашықтықты қамтамасыз ету және комиссия мүшелерімен іріктеу барысының объективтілігіне қол жеткізу мақсатында қолға алынып жатқан шаралар. Осы жаңа ереженің басты, менің ойымша, маңызды шараларының бірі, бұл бұған дейін 2008 жылдан бері енгізілген 6-дан аса квоталық үміткерлер санатының алынып тасталуы және соған сәйкес, соның нәтижесінде сол квоталық санаттарға 2008 жылдан бері бұған дейінгі ережемен тиесілі академиялық оқуға дейінгі алдын ала тілдік дайындық мүмкіндігі де енді жаңа ережеге сәйкес қарастырылмайды. Бұл дегеніміз, жаңа ережеге сәйкес болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға үміткер басымды мамандық бойынша және болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынылған жоғары оқу орнына өз бетімен шартсыз негізінде түскен үміткерлер ғана қатысады деген сөз. Үміткерлер санатының жалғыз ғана ерекше шарттармен қатысатын квоталық санаты бұл ауылдық мекендерден қатысатын үміткерлер. Және осы үміткерлер санатына ғана, бұлар жалпы конкурспен қатысатындықтан, ауылдық мекендерден қатысатын үміткерлерге ғана академиялық оқуына дейін алдын ала 6 айға дейін шет тілін меңгеру деңгейін көтеру үшін 6 айға дейін тілдік дайындық ұйымдастырылады. Және ол тілдік дайындық Қазақстан аумағында біз стипендия әкімдеушісі халықаралық бағдарламалар орталығының тарапынан ұйымдастырылады. Осы жылы болашақ бағдарламасы негізгі 4 оқу бағыты бойынша ұсынылды. Олар академиялық, магистратура, докторантура және медицина үшін резидентура және 4-ші оқу бағдарламасы бұл кәсіби және ғылыми тағылымдама. Осы бағыттар бойынша мен жаңа басында атап өткендей, 20-шы жылдан бастап оқуға ұсынылған басымды мамандықтар тізімі біздің ресми веб-сайтымызда орналастырылған. Ол ақпаратты үміткерлерге бөлімнен таба аласыз. Жаңа мен атап өткен болашақ бағдарламасының шеңберінде қатысуға үміткерлердің жалғыз ғана жеңілдетілген квоталық санаты ауылдық мекендерден келген үміткерлер өздерінің ауылдық мекеннен келуі мәртебесін қалай растайды деген сұраққа жауап беретін болсақ, жаңа ережеге сәйкес ауылдық мекеннен қатысатын үміткер тиісті құжаттар арқылы сол ауылдық мекенде өзінің кемінде 3 жылға дейін
тұрғандығы және жалпы конкурс болғандықтан басымды мамандық тізіміне енгізілген таңдаған мамандығы бойынша сол ауылдық мекенде қызмет еткендігін, кемінде 2 жылға дейін қызмет еткендігін құжат бойынша дәлелдейді. Осы 2 алғы шартты орындаса және шет тілі меңгеру деңгейінің бастапқы талабы IELTS ағылшын тілін мысалға алатын болсақ, IELTS сертификатының баламасы 6.0 деңгейін қамтамасыз ету керек. Ары қарай 6,5-7-ге дейін егер конкурстық іріктеуде сәтті өтіп жатса, 6,5-7-ге дейін академиялық оқуға тиісті деңгейді алу үшін стипендия тағайындалғаннан кейін 6 айға дейін Қазақстан аумағында тілдік дайындықтан өтетін болады. Қазір жалпы көптеген әлеуетті түлектер және осы болашақ бағдарламасына стипендиясына үміткерлер тарапынан біздің әлеуметтік желілерде қойылып жатқан сұрақтардың басым көпшілігі 20 жылға арналған құжат қабылдау, конкурстық іріктеу қашан өтеді деген сұрақтар қойылуда. Қазіргі таңда осы біздің стипендияның ата заңы болып саналатын ереженің жуырда ғана үкімет қаулысымен жуырда ғана бекітілуін ескере отырып, қазір құжат қабылдау және конкурстық іріктеуге техникалық тұрғыдан мүмкіндік беретін сәйкес нормативтік актілер жаңа ережемен сәйкестендірілуде және барлық дайындық аяқталысымен білім және ғылым министрлігі құжат қабылдауға алдына 10 күн салып, біздің халықаралық бағдарламалар орталығының веб-сайтында біз құжат қабылдау және конкурстық іріктеу мерзімін жариялайтын боламыз. Жобамен біз маусымның ортасы аяғы деп қазір күтудеміз. Жалпы бұл жылғы құжат қабылдау мен конкурстық іріктеудің салыстырмалы түрде кеш басталуы осы өздеріңізге мәлім коронавирустық инфекцияның жаппай таралуы салдарынан көп нормативтік құжаттардың мақұлдануы бәсеңдеді. Сондықтан қазір біз техникалық тұрғыдан жаңа мен атап өткен жаңа ережеге сәйкес енгізіліп жатқан автоматтандыру барлық талаптарды біз қазір техникалық тұрғыдан дайын болуға сол бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Жалпы біз болашақ халықаралық стипендиясының әкімдеушісі халықаралық бағдарламалар орталығы барлық әлеуметтік желілерде белсендіміз. Біз жөнінде және халықаралық болашақ стипендиясы жөнінде ақпарат ең алдымен біздің ресми веб-сайтымызда www.bolashak.gov.kz және Facebook'тағы болашақ Presidential Scholarship, түлектер бойынша болашақ Talent Management, Телеграмда біздің 2 үлкен каналымыз бар, болашақ Scholarship бойынша жаңалықтар Телеграм каналы және үміткерлер стипендиаттар бойынша болашақ Presidential Scholarship деген ашық каналдар бар. Сондықтан менің бүгінгі презентациям осымен аяқталды. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Рахмет. Рахмет, Әнур Бағдатқызы, өте бір жақсы мағлұмат бердіңіз. Енді жалпы мына біздің Zoom платформасында уақытымыз шектеулі емес. Мынау қатысатын адамдар шектеулі 100 адам. Біз қарап отырмыз, енді 100 адамның бәрі толық қатысып отыр. Енді сол сұрақ-жауапқа көшеміз. Сұрақтарыңыз болатын болса, ұялмай қоя беріңіздер. Әнур Бағдатқызына. Презентацию можно убрать уже. Ага. Я вижу, подняла руку Эльмира Камбарова. Значок стоит, да?
Сұрақ чатта. Енді мынау чатқа түскен сұрақтарды мен оқи берейін. Сұрақ түсті Еркін Рахметуллиннен. Болашақ бағдарламасы бойынша постдокторантура бағыты ашыла ма екен дейді. Микрофон қоссаңыз. Сұрағыңызға рахмет. Болашақ бағдарламасы бойынша постдокторантура бағдарламасы ұсынылмайды. Жаңа мен атап өткен тек қана докторантура бағдарламасы ұсынылады. Вот здесь вопрос по стажировке, да, в чате Абдукаримова Зауре. По стажировкам, как я ранее в своей презентации отметила, стажировка как программа обучения в этом году в рамках новых правил представлена. Она делится на профессиональную и научную. И в этом году, если вы ознакомитесь с перечнем приоритетных специальностей, утвержденных для обучения в 2020 году в рамках международной стипендии «Болашак», они размещены на нашем веб-сайте в разделе «Претенденты». Там по стажировке вы увидите опции, предложенные в 95 получается, у нас специальности предложены. Они все направлены различными организациями рынка труда, которые заинтересованы в обучении граждан Казахстана с точки зрения получения быстрых и качественных результатов на предмет повышения квалификации или частичной переквалификации. В соответствии с правилами стажировка предлагается, срок стажировки до 12 месяцев. Претендент на стажировку должен самостоятельно поступить. Основное требование – опыт работы претендента на программу стажировка должна быть не менее 3 лет, и из них 12 месяцев на момент подачи документов на стипендию «Болашак», 12 месяцев должны соответствовать 12 месяцев опыта по выбранной специальности с перечнем специальностей для обучения «Болашак». Давайте по очереди вопросы задавать. Сначала спикера послушаем, а потом будем включать. Микрофон, пожалуйста, отвечайте честно. Последняя часть моего ответа слышно было, да? Претенденты на обучение по программе стажировка, срок которого составляет до 12 месяцев в рамках новых правил, должны соответствовать следующим требованиям. Опыт работы должен быть не менее 3 лет, и из них 12, не менее до 12 месяцев по выбранной специальности, входящей в перечень приоритетных специальностей, до 12 месяцев, не менее 12 месяцев на момент подачи на стипендию «Болашак». 95 направлений для обучения по программе «Болашак», они размещены на нашем сайте в разделе «Претенденту». Стажировки в этом году предлагаются по 4 направлениям. Это государственный служащий, научно-педагогический работник, инженерно-технические работники и работники сферы здравоохранения. По этим 4 направлениям на сайте в перечне приоритетных специальностей указаны 95 направлений, по которым вы можете ознакомиться и ориентироваться с учетом требований для претендентов по обучению в рамках стажировки. Спасибо. На стажировку претендент должен быть, как и все другие претенденты, самостоятельно поступившим по специальности, входящей в перечень приоритетных специальностей для обучения в рамках программы «Болашак» в 2020 году и в образовательное учреждение, которое входит в список рекомендуемых вузов для обучения в рамках программы «Болашак». Если же претендент на стажировку поступил по приоритетной специальности в образовательное учреждение с учетом
выбранной специфичной специальности из перечня приоритетных специальностей в образовательное учреждение, которое не вошло в список рекомендуемых вузов для обучения в рамках программы «Балашах» в 2020 году, при подаче документов данные этого стипендиата, то есть безусловное приглашение на стажировку с этого образовательного учреждения, то есть принимающей стороны, направляется в рабочий орган в лице Министерства образования на предмет соответствия, то есть уровня данной приглашающей организации критериям обучения в рамках программы «Балашах». Если рейтинг данной организации подтвердится по линии Министерства образования и науки, соответственно, данный претендент на обучение на стажировке будет допущен к конкурсу. Рахмет, бұл сұраққа енді меніңше Айнұр Бағдатқызы жан-жақты тоқтап толық жауап берді. Тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, қоюға болады. Так, я вижу, подключается у нас. Да, вот здесь вот Махмед Нургалиевич задается вопрос. Привет. Они, наверное, вам на личку пишут, да? Нет, здесь в чат пишут. Хорошо. Да. Я вот с чата читаю. Здесь вопрос. Те, кто прошел стажировку по Балашах, должны отработать в том университете, который составляет трехсторонний договор, или могут работать в других местах. Значит, в целом, если вы ознакомитесь, я советую вам ознакомиться с текстом новых правил по отбору претендентов на присуждение международной стипендии Балашах. Правила размещены у нас на сайте, поскольку требования к претендентам в этом году по новым правилам быть самостоятельно поступившими, в том числе и для стажировки, а в целом привязка к работодателю по новым правилам этой нормы нет. Однако, если вопрос касается тех стажеров, которые сейчас отрабатывают по старым правилам, да, то в зависимости от того, трехсторонний ли договор, то есть они должны отработать. Но стажировки в целом, смена работодателя, она не такая строгая, как в отношении прежней квотной категории претендентов государственных служащих. В целом, смена работодателя в рамках отработки по полученной специальности по программе стажировка относительно гибкая. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Здесь вот вопрос, нужен ли стаж работы. Меня хорошо слышно, да? Тут один комментарий, что плохо слышно. Нет. Слышно, да? Нормально слышно. Да. По новым правилам магистр должен соответствовать двум основным пререквизитам. Это самостоятельно поступить в ВУЗ из списка рекомендуемых для обучения по программе Балашах по специальности, вошедшей в перечень приоритетных специальностей, и собрать все необходимые другие документы. Требования к стажу нет. Спасибо. По стажу все понятно. Басқа сұрақтарыңыз? Вопрос, Айнур Бағдатовна, есть ли возрастные ограничения для кандидатов по программе Балашах? Этот вопрос многие задают. Первоначально при разработке проекта возрастное ограничение было, но потом эта норма была исключена, поэтому по новым правилам возрастных ограничений нет. Пожалуйста, еще какие вопросы? Ялманов, кто даст тогда? Басқа сұрақтарыңыз жоқ па? Енді біз эфирді аяқталғаннан кейін
Бәртігіне мен бір сұрағым бар еді, қоянлар алдымен оқып жүрмеңіздер. Нужен ли стаж работы для поступления в магистратуру? Или то же самое. Когда начнется прием документов, Анур Багдасович? Объявление... Да. Сейчас, в принципе, все нормативные правовые акты, необходимые для начала приема и конкурсного отбора, приводятся в соответствии с новыми правилами, утвержденными буквально недавно постановлением правительства от 6 мая. Поэтому мы с учетом всех необходимых процедур надеемся на то, что мы ожидаем прием где-то к середине, к концу июня. В любом случае, в соответствии с требованиями по объявлению приема и конкурсного отбора, за 10 дней до приема сроки приема и отбора будут объявлены на нашем официальном веб-сайте, и соответствующие пресс-релизы будут помещены во всех средствах массовой информации. Ориентир середина июня, конец июня. Единственное, есть обстоятельства, которые тоже надо учитывать. В целом, как будет развиваться в начале лета, как в городе Нур-Султан, так и в целом в регионах Казахстана, распространение коронавирусной инфекции, которая тоже приносит определенные технические сложности, но мы надеемся на то, что все-таки к середине, к концу июня мы сможем начать прием документов. Если коронавирусная инфекция будет, в принципе, то есть уровень не будет спадать и карантин не будет облегчаться, а ужесточаться, соответственно, мы тоже сейчас работаем над всеми техническими возможностями, чтобы все туры провести онлайн. К таким возможностям мы сейчас тоже Спасибо. Пожалуйста, вопросы? Да, здесь вот еще раз задали один и тот же вопрос. Есть ли возрастное ограничение для научных стажировок? В целом, в рамках программы «Болашак» по новым правилам для участия в конкурсе возрастных ограничений нет. Дальше. Сохранилась ли возможность прохождения языковой подготовки для предварительной языковой подготовки для стажеров? Мен жаңа басында атап өткендей, жаңа ережеге сәйкес жалпы болашақ бағдарламасының шеңберінде бұған дейін болған 6-дан аса квоталық үміткерлер санатының бәрі алынып тасталды, және бұған дейінгі ережемен сәйкес сол квоталық санаттарға тиесілі тілдік дайындық мүмкіндігі де енді қарастырылмайды. Тілдік дайындық мүмкіндігі жалғыз ғана квоталық санат, бұл ауылдық мекендерден қатысатын үміткерлерге ғана 6 айға дейін Қазақстан аумағында ұйымдастырылады. Ал басқа үміткерлердің бәрі өз бетімен түскен үміткерлер болуы керек, тілдік дайындық мүмкіндігі қарастырылмайды. Тогда вопрос такой вот, как вы думаете, реально ли в этом году уехать обучаться за границу? Да, вообще очень, Махмед Галий Нургалиевич, очень такой важный вопрос. На самом деле неопределенность сохраняется высокая. Мы сейчас постоянно на связи с вузами, со всеми иностранными вузами, в которых обучаются наши стипендиаты. В настоящее время у нас 169 вузов, в которых обучаются, и от вуза к вузу в целом планы по продолжению академического обучения с осени 2020 года пока еще официально не подтвержденные. Если возьмем Великобританию, даже вот Оксфорд, Кембридж, они отложили традиционный формат обучения до лета 2021 года, то есть обучение будет продолжаться в формате дистанционного. Американские вузы тоже сейчас ситуация отличается от вуза к вузу, но массово пока рассматривается возможность продолжения обучения с осени 2020 года в дистанционном формате, поскольку есть предположение о второй вспышке коронавирусной инфекции осенью, но это тоже предположение, поэтому пока
от 169 вузов наших партнеров по программе «Болашак» официальных подтверждений того, что начнется традиционный формат обучения, пока нет. Мы также наблюдаем за официальными заявлениями правительств стран обучения наших стипендиатов. Поэтому неопределенность сохраняется, но мы держим руки на пульсе. И вопрос, насколько смогут выехать казахстанцы на обучение, тоже еще не ясен. Потому что с марта мы официально приостановили организацию выезда, физического выезда на обучение. И практически все 169 вузов с момента эскалации ситуации по пандемии, они все переведены на дистанционное обучение. И вот как вы сами тоже знаете по линии СМИ, у нас более 170 стипендиатов, когда еще были возможности вернуться со стран обучения, вернулись в Казахстан и продолжают обучение в дистанционном формате. Поэтому, как только традиционное обучение возобновится, вы можете проследить это в наших новостях. Спасибо. Вот здесь был вопрос по требованию к IELTS. Смотрите, по новым правилам для участия в конкурсе при подаче документов, поскольку требования для участия быть самостоятельно поступившим в вуз из списка Болашака по приоритетной специальности из списка Болашака, требования по сдаче сертификата на знание иностранного языка снимается, поскольку самостоятельно поступивший по приоритетной специальности вуз из списка Болашака означает, что тот или иной претендент уже соответствует академическим требованиям принимающего вуза. Поэтому требование к сертификату, вот вопрос IELTS, он снимается. Требование предоставлять сертификат IELTS уровня 6.0 сохраняется только для единственной категории претендентов с особыми условиями участия в конкурсе. Это претенденты из сельских местностей. Требования к ним я только что в своей презентации отметила. Если русскоязычная аудитория не поняла, для того, чтобы подтвердить свой статус участника в конкурсе как претендент из сельских местностей, необходимо предоставить, помимо требуемых других документов, сертификат знаний иностранного языка, эквивалентный, в зависимости от страны обучения, эквивалентный IELTS 6.0, и, значит, прожить не менее 3 лет в этой сельской местности и не менее до 2 лет иметь трудовой стаж в этой сельской местности. Ну и, конечно же, подать на общий конкурс для обучения в рамках программы «Болашак» по специальности, вошедшей в перечень приоритетных специальностей для обучения по Болашаку в 2020 году, который размещен на нашем сайте в разделе «Претенденты». Спасибо. Стажировка бойынша мен жаңа айтып кеттім, ережеге сәйкес тағылымдаманың жалпы мерзімі 12 айға дейін. 12 айға дейін дегеніміз, сіз басымды мамандықтар тізімі бойынша шақырушы тараптан шартсыз шақыру хатын алсаңыз, оның мерзімі ең бастысы 12 айдан көп болмауы тиіс. Ол 6 ай болуы мүмкін, 9 ай болуы мүмкін, бірақ 12 айдан аспауы тиіс. 12 айға дейін. Рахмет. Сұрақ қойса болады ма? Жақсы, қонақтар Алихан. Айнұр ханым, керемет баяндамаңызға үлкен алғысымды білдіреміз. Мұқият тыңдап отырмыз. Менің бірінші мынау жаңалықтар енгізу бойынша бір сұрағым бар еді. Мынау тәуелсіз мемлекеттер достастығы аясында осы болашақ бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өтуді қазір тоқтатты дейді. Сол қаншалықты рас? Екіншіден, осы болашақ бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өткеннен кейін міндетті түрде оны өту керек. Бірлікте өтуге рұқсат етіледі ме? Мынау совместительство жасап, по совместительству әлде міндетті түрде штаттық бірлікте жұмыс жасау керек па?
Рахмет. Сіздің екінші сұрағыңыз дұрыс естілмеді. Екінші сұрағыңыз дұрыс естілмеді. Екінші сұрағы осы конкурсқа қатысу жаңағы тұрақты жұмыста болу керек па, жоқ қосалқы жұмыс? Мамаш жүр, аяқ жуып балам, жүр. Аяқ жуып жүр. Анна Ивановна, для участия в конкурсе по международной программе «Балашах» надо быть обязательно штатным сотрудником или достаточно, значит, в ВУЗе работать на условиях совместительства? Бірінші сұрағыңызға жаңағы тмд елдерінде тағылымдамадан өту алынып тасталды ма, сол рас па сұрағыңыз. Жалпы болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынылатын жоғары оқу орындары тізімі, мен жаңа презентацияда атап өткендей, қазіргі таңда мен сызып атап өткен екі критерий бойынша жасақталу және мақұлдануының соңғы сатысында. Ол жерде жаңағы критерийлер бойынша өзіңіз қарасаңыз да Ресей жоғары оқу орындарының ол 4 рейтингтің алдыңғы қатардағы елулігіне кірмейтіндігі анық. Ал тағылымдама бойынша Ресей немесе тмд елдерінде оқу мүмкіндігі бойынша жауап келесі. Мен жаңа айтқанмын, тағылымдама бойынша егер үміткер барлық талаптарға сәйкес болып, және өзінің мамандығы басымды мамандықтар тізіміне кірген мамандық, және оны қабылдаушы білім беру ұйымы, орталығы, кәсіби тағылымдама болсын, ғылыми тағылымдама болсын, болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынылған жоғары оқу орындар тізіміне кірмеген жағдайда, ол үміткердің жаңағы тағылымдамаға, мысалға Ресей немесе басқа тмд елі болсын, сол елдердің, тмд-ға мүше елдердің қабылдаушы оқу орнынан сіз алған шартсыз хат білім және ғылым министрлігіне сараптамаға жолданады, және ол сараптама нәтижесі сіз басымды мамандықтар тізімі бойынша мамандықпен түскен білім орталығы сол мамандық бойынша ең алдыңғы қатардағы ғылыми немесе кәсіби тұрғыдан білім беру орталығы екендігі расталса, ол тағылымдамаға үміткер конкурсқа жолданатын болады. Ары қарай конкурстық іріктеу сатыларын сәтті өтсе, стипендия тағайындалып, ережеге сәйкес оқуы рәсімделеді. Екінші сұрақ, тағылымдамаға тапсырушы үміткер жолданатын жұмыс орнында толық жұмыс істейтін немесе жартылай жұмыс істей алатын үміткер бола ала ма? Солай ғой, жалпы жаңа ережеге сәйкес барлық үміткерлер, ауылдық мекендерден келетін үміткерлерді қоспағанда қалған барлық үміткерлер өз бетімен түскен үміткерлер болғандықтан, олардың еңбекпен қамтамасыз етушіге байланыстылығы нормасы алынып тасталған. Оны ережеден қарауыңызға болады, және тағылымдама бойынша егжей-тегжейлі де танысуыңызға болады. Жаңа ереженің мәтіні біздің ресми веб-сайтымызда үміткерге бөлімінде орналастырылған. Рахмет үлкен. Рахмет. Жақсы, рахмет. Кстати, да, это такой вопрос, который многие выпускники задают. Здесь вопрос от участника нашей ВКС о том, что может ли сейчас проходящий отработку по специальности на территории РК подать на стажировку. Данная норма по отработке четко прописана в новых правилах. Для того, чтобы, во-первых, здесь надо привести пункт 7 правил об однократности стипендии, то есть стипендия персональная и присуждается однократно по каждой степени. То есть один раз магистратура отработал, потом подал, один раз на докторантуру отработал, потом отработал в соответствии с договорными обязательствами и можешь подать на стажировку. То есть в вашем случае по новым правилам
вы по полученной специальности в соответствии с договорными обязательствами должны вначале отработать. Если вы обучались ранее по магистратуре и докторантуре, то вы можете подать на стажировку, но не на ту же программу обучения, потому что в правилах есть норма однократности присуждения стипендий по каждой степени. Спасибо. Басқа сұрақтарыңыз жоқ қой деймін, да? Ну что ж, уважаемые коллеги, тогда будем завершать. Құрметті жастар, құрметті әріптестер, онда мен сіздердің аттарыңыздан, менің атымнан өзімнің Айнұр Бағдатқызына бір бүгінгі жақсы кездесу болды, жақсы брифинг өткізді. Барлық сұрақтарға нақты жауап берілді. Меніңше бүгінгі келесіге қатысып отқан барлық біздің әріптестеріміз қанағаттанып дейміз. Енді әрине үлкен талап, енді ережені көріп отырсыздар. Бұрын 6 кезең болатын болса, қазір 3-ақ кезең қалды. Оңтайландырды бұл процесс. Бірақ сонымен қарағанда талаптар ол күшейтіліп отыр. Мінекей енді қарап отырсақ, біздің жамбыл өңірінде дарынды қабілетті жастарымыз көп, шығармашылық потенциалымыз бар. Бірақ жаңа кездесудің басында Айнұр Бағдатқызының ретінде жақсы айтып кетті. Енді республикамыз бойынша осы бағдарлама 93 жылы старт алды. 13.870 біздің азаматтарымыз стипендияны алды. Оның ішінде 10.747-сі осы бағдарлама бойынша оқытылып шығып қазір қызметте жүр. Ал енді біздің Жамбыл облысы бойынша алсаңыздар, бар болғаны 149 осы Жамбыл облысы азаматтары осы бағдарлама арқылы өтті. Оның 37-сі біздің Жамбыл облысына қайтып келіп жұмыс жасап жатыр. Енді 149 десеңіз, енді ол бар болғаны 1,4%, 1,5%. Әрине ол өте біздің облыс үшін өте төмен көрсеткіштерді сатуымыз керек. Екінші мәселе, бүгінгі біздің жастарымызды, бүгінгі брифингке қатысып отқан әріптестеріміздің көңіл бөлетін мәселе. Статистика қарасаңыздар, болашақ бағдарлама бойынша студенттер көбінесе олар мемлекеттік қызметте, ұлттық компанияларда, холдингте жұмыс істегісі келеді. Ал бірақ олардың бәрі, мен жай айтамын, осы білім саласынан шықты ғой. Осы университеттерде білім алды. Сол үшін осы университеттің түлектері, осы біздің әріптестеріміз осы бағдарлама бойынша барып келгеннен кейін осы білім және ғылым саласында меніңше өздерінің мүмкіндіктерін пайдалану керек. Яғни болашақ бағдарламасының потенциалын түлектеріміз енді ең алдымен университетте дұрыс пайдалануымыз керек. Осы мәселелерге енді келешекте біз назар аударып, осы мүмкіншіліктерді біздің жамбылдықтар дұрыс пайдаланып деп ойлаймын. Осы конкурс құдай қаласа жарияланғаннан кейін үлкен белсенділік көрсетуге сенеміз. Онда Айнұр Бағдатқызы, мен осы қатысушылардың атынан сізге үлкен алғысымды білдіріп рахмет айтамын. Бәріміз аман болайық, жақсы амандықта саулықта кездесейік. Рахмет, Махметғали Нұрғалиұлы. Біз 24 сағат аптасына 7 күн форматында сіздерге қызмет көрсетуге дайынбыз. Оның үстінде қазір қашықтықтан жұмыс істеу форматында жалпы жұмыс ақпаратты біз қай кезде де беруге дайынбыз. Біздің веб-сайтымыз өте ақпаратты беру тұрғысынан мазмұнды деп айтуға болады. Көп сұрақтарға үміткер бөлімінде жауап алуға болады. Және біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызды қарап отырсаңыздар да болады. Инстаграмда болашақ СИП, Телеграмда болашақ Presidential Scholarship, болашақ News және Фейсбукта болашақ Presidential Scholarship, түлектерге болашақ Talent Management деген парақшаларымыз бар. Күнделікті негізде біз ақпаратты беріп отырамыз. Сіздердің жоғары оқу орнында жаңа атап өткен қызмет етіп жатқан түлектер егер ерекше мамандығы бойынша өз сүбелі үлестерін қосып жатса, олардың еңбегі туралы айтқыларыңыз келсе, біздің болашақ Talent Management бөлімі оларды айтып, жалпы аймақтан шыққан азаматтардың елге оралып, жастарға үлгі болып, өздерінің алған мамандықтар бойынша аймақтың дамуына үлестерін қосып жатқандығын көрсеткілеріңіз келсе, бізге ақпаратты жолдаңыздар. Біз қай кезде де түлектердің еңбегі туралы айтуға дайынбыз. Сіздерге көп рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса, жазбаша жазып жіберулеріңізге болады біздің веб-сайтта.
менің электрондық адресім бар. Құрметті Махметғали Нұрғалиұлы, бүгінгі байланыс үшін рахмет. Қосымша жаңалықтар шыққанда біз қай кезде де қосымша байланысына шығуға дайынбыз. Жақсы, рахмет. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар.